АКШ әскері дүйсенбі күні Иранға 9-шы түн қатарынан соққы жасағанын мәлімдеді. Вашингтонның айтуынша шабуылдар әскери инфрақұрылым мен стратегиялық нысандарға бағытталған. Соңғы соққылар АКШ билігі 3 америкалық әскери қызметкердің қаза тапқанын хабарлағаннан кейін жасалды. Олардың екеуі Иранның Иорданиядағы АКШ базасына жасаған шабуылы кезінде қаза тапқан. Тағы бірі Иракта суға батқан ирандық дронды жою операциясы кезінде көз жұмған. And we did that in honor of the probably three as opposed to two great patriots. Ал Иран АКШ Ислам Республикасына қарсы шабуылдарын жалғастырса, жауап қайтаратынын ескертті. Дүйсенбі күні Кувейт әскери әуе қорғаныс жүйелері ирандық шабуылға жауап беріп жатқанын хабарлады. Ал бір күн бұрын Тегеран ел аумағындағы 2 АКШ базасын нысанаға алғанын мәлімдеген еді. Бахрейнде дүйсенбі күні таңертең зымыран қаупі туралы дабыл сиреналарын қосты. Ушығып бара жатқан қақтығыс Ормұз бұғазына да тікелей әсер етіп, бұл маңызды теңіз жолындағы қозғалысты қатты шектеді.